Uzun сөздің қысқасы кішкене медеу келдік, кішкене лестницамен жоғары қарай жүрек десек кішкене шаршап тұр ғой сөздің ашығы, иә? Иә, қош. А бізге примерно ана жаққа бару керек болып тұр ғой, жоғары жаққа. Поэтому Басқа жол бар шығар. оңай жол дейсің ғой, иә? Оңай жол керек болып тұр. Мұнда кеттік онда. Маған да сол керек болып тұр деген сияқты. Таксимен кетейік онда дальше. Айтамын да қазір тура өмірдегі деген мысалы, ақшаң болса, тезірек машинамен жетесің да, ақшаң жоқ болса, жаяу қоя кетесің, короче, жоғары қарай. Может, енді олар сол өздеріне жаяу жүргеннен кейін. Негіз деп жатырмын өзі. Примерно қойшы дейсіз, Жарайды. молодец. Осылай кетесің Бұл кісімен бәрімен келісе беру керек, әйтеуір иә, сөйтіп айтасың. Келіспей онда. Ойбай. Осындай атмосфера болып тұр енді. Қалайсыздар? Специально напротив отырып алайын деген Айгүлдің жаттап алу үшін. А то соңғы кезде түрін ұмытып қалып жатыр. Дұрыс болды, иә, напротив. За вас. Айгүл екеуміз қарап, көсектеп тұрып. 전부 왼손이로. 왼손. Бар, айта аласың ба? Прям қастарына барасың да, сөйтіп айта аласың ба? Не деп? Сол жаңа айтқан сөзімді. Бар, давай. Шақырып Босай. Камсамида деп па? Иә, қасына барып айтсай, босай. Давай, раз. Айтпаймын. 2, 3. Неге? Сен айтсаң мен сен сөйлеймін. Әкел. Мен баяғы айта саламын. Камсамида. Камсамида. Ұйықтап кеттік па дедім, нормально. Че там? Мен, кстати, бір адам біреуді сатып алмақшы прикинь. Өзім сатамын ма десең? Жоқ, біреуді сатып алмақшы. Айгүлдің номерін аламын десінде жазыңдар. Сатам. Айтқан ол қосын жазды. Адамдарды тауып. Номер. Өзім сұрасыңдар, без уақыт нормально бағалар. Ладно, фри мне болып кетті. Сөкшіне шашырадым жода. Жүрсі келе бастады. Бір номерді не қыламын да, бәрін сояққа не қылып, бір нормально қоятын сияқтысың. Әдемі қылам па енді? Жазғандарына бәріне бір-бірін атып көріп Бірде андай не істеп қоймын, копировать ставить, копировать ставить. Иә, ашқыр. Сәлем сразу, артынша қалайсың дейді. Осылай да осылай да. Бәрі сөйтіп кетсін. Короче, сөйтем сонда бизнес ашам. сатып алғандардың арасында машина Короче, так, на видео түсіремін. Айгүл.